Сәлем достар, мен сендерге бүгін бала бауырлайтын ертегісін айтатын боламын. Қазыбек бидің осы кезі елге танылған кез екен. Бір күні екі әйел Қазыбек бидің алдына жүгіріп келіп деп айтады екен: "Мынау менің баламды тауып алдым" дейді. "Бірақ мен ол баланы жоғалтып алғам, бұл менің балам" дейді. Екінші әйел айтады: "Мынау бостан-босқа жармасып тұр, бұл менің балам, бұны мен және ғана тауып алдым" дейді екен. Сонда Қазыбек би екеуінің де айтқан сөзін нақты естиді. Содан кейін былайынан шешім шығарады. "Мен қазір баланы ортасынан теңдей бөлемін" дейді екен. Сонда бірінші әйел айтады екен: "Бөлсең бөле бер, біреуге барғанша өзіме келсін" деп айтады екен. Екінші әйел айтады екен: "Құдай-ау, өлтірмеші, біреуге барса да аман жүрсін" деп айтады екен. Сонда Қазыбек би айтады екен: "Бала екінші әйелдікі. Өйткені ол өзіне қалмаса да өзге біреуге барып, бірақ аман жүргенін қалап тұр. Бала екінші әйелдікі" дейді екен. Ертеңгісін лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.